Мен бүгін баяғыда мен мына ойыншықтар түн істейтін жыбырлағандарын айтып беремін. Еще біреу емес екеу бірге жыбырлағанын. Короче, бір түнде мен ұйықтап жатсам, біраз тұрады да, мына куклам құлағанда естимін ғой, мынандай деген. Тұрам, жан-жағыма қараймын, кукла бүйтіп тұр ғой. Ойлайсың, мен сіңілім қойып кетті деп. Құлайды осы. Потом мына екі кукла тұр. Потом қайта шошқаннан көзім бүйтіп жұмып қалдым. Тұрсам, жан-жағыма қарасам, екі кукла маған бүйтіп тұр ғой, бүйтіп компьютер қаққасында тұр. Жаныма қарым бүйтіп қойдым. Тұрды. Қандай дауыспен сөйледі деп ойлайсыңдар? Демонский дауыспен сөйледі. Деп подобно дауыс. Бірақ мына дауысты айта алмайсың. Просто айтсам. Сен бізді көрді. Біз сені өлтіруге міндеттіміз. Осындай дауыспен біз сені өлтіруге міндеттіміз дейді ғой. Алдында бүйтіп итер жердім. Тұрттым, бүйтіп тұртты. Осындай бір дауыспен айтты, бүйтті. Сендер сені әлі көреміз. Или біз сені өлтіремін, или сенің ініңді өлтіреміз еді ғой. Бүйтеттім. Түсімде сендер түссеңдер дедім де. Түсімде сендер түссеңдер, онда өлтіріп тастай беріңдер дедім. Сол күні сол түнде мен түсіме кірді олар. Бүйтіп, мен сен түсіңе кіре аламын, мен сені өлтіріп тастаймын. Түсіммен тұрымда бүйтеттім оларға. Мен ешқашан өлтірмеймін де. Өлтіріп сендер көресіңдер дедім де. Аятел курси оқыдым. Олар қорқып кетті де, қорқып бүйтіп тұрды. Маған айтып тұрды, қорқып қалды ол өздері.